Қайырлы күн, көрермендер. Бүгін Ахмет Жұбанов атындағы дарынды музыкалық мектебінің ұстазы, халық аспаптар бөлімі ұстазы Шужанова Ляззат Рақышқызы бүгін сабақ өткіземін. Бүгін сабағымызда Оразбек Інжу 3-ші сынып оқушымен мен сабақ өтемін. Ол бала Жұбанов мектебіне осы биыл түсті, 1-ші жыл оқып жатыр. Бүгінгі неміз енді қобызды ұстап үйрену, постановка, сол жағымен сабақтың тақырыбы солай өтеді. Қобызды екі аяғыңды нығыздап отырасың. Қобызды екі тізенің ортасына қоясың. Ысқышты қолына ұстаймыз. Бас бармақты білесің, орнына уже мұны 1-2 ай оқып жатырсың ғой, сондықтан уже осы бәрін өттің. Тағы да бір рет қайталап жібереміз. Қолды бос ұстау керек, қолды бірінші ашық шекпен жүргіземіз. Жүргізіп аламыз ысқышты. Шегінде енді ляшекті көшеміз. Ляшегіне жүргіземіз, асықпай, бір ырғақпен, бір-ақ жерінен ғана жүргізу үшін жоқтың, бір орны ғана бар ысқыштың. Енді өзін жүргізесің, енді өзін жүргізіп. Қайтадан смычокты өзіне қарай кішкене өзіне қарай қаратасың. Жүргіз, үзбей, дыбысын үзбей, әдемі. Жүргіз, тоқтамай, жүргіз. Енді ляшекке. Өзін жүргіз. Шектен шекке көшу бұл өте маңызды нәрсе. Ірі шегі жүргіземізді. Енді ляшекке көшкен кезде оң қолын сәл көтеріледі. Иығыңды бірақ көтеруге болмайды, қарап отыр оң қолға. Смычоктың ысқыштың басы төмен қарап тұру керек. Келесі шекке көшеміз, миге. Оң қол тағы көтерілді. Оң қолға ең жақын шек, қандай шек, мына шектің аты? Соль, дұрыс айтасың. Яғни оң қолға ең жақын шек, қандай? Соль. Потом келесі шек, ре. Келесі шек, ля, келесі шек, ми. Міне, енді қарап балам. Оң қол сол шекке жақын. Оң қолымыз өзімізге жақын тұрады. Енді реге барғанда сәл көтереміз, мінекей. Ашылды. Көрдің ба? Мінекей, денемізден ашылды. Енді ляға барғанда тағы көтеріледі. Міне, ляға барды. Миге барғанда мін көтерілді. Ең қашық шек қандай? Ең қашық шек миге бізге. Оң қолға ең қашық шек? Ми. Бірақ иығыңды көтеруге болмайды. Осылып жүргізіп алу керек ашық шекпен. Шектен шекке көшуді, сол бәрін үйрену керек. Смычоктың ысқыштың басы төмен қарап тұру керек. Тағы да, енді сол шектен бастайық. Сол шекті ойнағыш. Сол қолында бұлай қойып қоясың.
басын төмен қаратасың. Енді қазір р шегіне көшеміз. Р шекті. Қалай көшеміз көрсетші? Вот басы төмен қарай, мына қолын сәл көтеріледі. Иығыңды көтермейсің. Енді ляға қалай көшеміз? Вот басы төмен қарай келеді. Көрдің бе смычоктың? Енді миге барамыз. Ысқыштың басы төмен қарады. Оң қолыңды өзіне сәл жақын. Алшақ ұстауға болмайды. Бір жермен ғана жүргізеді, ровненько. Бір қалыпты. Вот оң қолдың несі, постановкасы осындай. Енді сол қолға көшеміз. Сол қолынды қоямыз. Бас бармақ қолымыздың артында тұрады. Мынаны түсірмейміз. Тырнақтың, етпен тырнақтың ортасындағы жермен ойнаймыз. Бірінші саусақтың орнын қалай табамыз? Көрсетіп едім ғой, екі саусақпен бұлай, бірінші саусақтың орны осы. Ал енді мынаны бұлай шертіп ойнаймыз. Оны пицциката дейді. Пицциката. Бірінші ашық шек. Вот, екі реттен асықпа, асықпа. Дальше фа диез. Қасына қой, асықпа. Дальше төртті де қоямыз. Төрт кішкентай саусақ, сондықтан бұлай сырып көмектесесің төртінші саусаққа. Дальше қайттан қайтамыз. Сол шегіне барамыз, сол нотаға барамыз. Екі реттен асықпа, фа, арасын қатташ. Бір тон, арасы бір тон. И вот. Енді ля шекте ойнайық. Тоже мінекей си. Ноталардың атын айтшы. Си, до, диез. Арасын ашамыз. Бүтін тон. До диез, ре қасында жарты тон. И төртінші нот. Төртінші саусақпен басатын нотының аты қандай? Ми. Дұрыс айтасың. Енді ляны ашық аласың екі рет. Си. До диез, арасы бүтін тон. Ре қасына қой, молодец. Дальше, и төртінші саусақ. Бас, бас. Үшінші саусақ. Таза ойна, қасына қой. Бірінші саусақ. И ашық. Молодец. Енді ми шекте ойнаймыз. Міне сол қолға қазір айтам қалай жағдай, қалай ұстау керек екен. Ашық ми, ашық. Фа диез. Сол диез. Сол диез. Тырнағын көрсетпе, ля қасына қой. Дальше си. Так, ля. Сол диез. Фа диез. И ми ашық. Вот. Енді сол шегінде ойнаймыз. Сол шегінде. Қандай ноталар? Бірінші саусақ қандай нота? Ля. Соль. Неге соль? Лядан кейін си. Қасында жарты тон. До. И ре. Молодец. Давай. Сольді ашық. Дальше. Аспа. До қасына қой. Так. Қайттан. Так, үшінші саусақ. Қасына. Бірінші саусақ. И соль. Так, енді сол қолдың жағдайын айтайын. Сол қолға ең жақын қандай шек?
мына сол қолға ең жақын қандай ішек? Ми. Вот, енді қара, сол қолың жақын тұр да саған. Енді ляға барғанда кішкене мін көтеріліп жатыр. Шынтақ көтерілді. Екі көтеруге болмайды. Келесі ішек, рэге мін тағы ашылды. Көрдің бе? Шынтағымыз тағы көтерілді. И тағы ең қашық бізде сол ішегі. Вот, сол ішегі мінеке болып, мінеке. Көрдің бе? Мін сонда оң қол солға жақын, ми сол қашық тұрады сонда мінеке былай. Сонда былай мінеке былай. Бүйтіп тұру керек қол деген. Көрдің бе? Бір қалпында қалып қалсаң, қолын мінеке мынандай майыскеде түсіп кетеді. Ол дұрыс емес. Ровно мінеке былай ұстау керек, түп-түзу қылып. Сонда сол қолға ең жақын ми ішегі, ляға барғанда сәл көтереміз, рэге барғанда одан да көтереміз, солға барғанда міне қатты көтерді. Көрдің бе мінеке? Міне сол қолдың жағдайы осындай. Мына жерді білектен түсіруге болмайды. Ровно ұстау керек былай. Так, енді өткен жолы үйренген соль мажордан бастайық. Şimdi sıkışпен қосып ойнаймыз. Екі қолды қосамыз бір-бірімен. Соль мажор. Соль мажорда бір не бар, белгі бар. Фа диез. Фа диез. Я, фа диез. Бір октавада гамманы ойнаймыз. Соль мажор. Жүргіз. Толық доказы тыңда. Дальше ля. На қолды басыңқырап. Си. Шынчоқты өзіне қарап кетіп. Үшінші саусақ. Таза ойна. Дальше енді рэге барғанда мін басы төмен түседі. Фа диез. Бетіне қара шынчоқты. И строкасында. Фа диез. Аспа, жоқлама, жұмсақ көшу керек, ешқандай жұмсақ, вот. Так, үшінші саусақты дайындаймыз. Екінші саусақ, жай ғана көшеміз, жұмсақ. Бірінші саусақ. Жүргіз. И соль. Енді екі-екіден ойнай ғой, екі-екіден. Жартысын жоқтан, давай, жартысын жоқтан. Соль, соль, ля. Жоқламай, жұмсақ көш. Қалай көшеміз қазір рэге? Вот, басын төмен қаратып. Жүргіз. Сіркілемей, жұмсақ көш, жұмсақ, итерме. Қайтамыз. Оң қолың жұмыс істесін. Ре ашық, ре. Екі рет қой, ре. До. Екі рет. До. Си. Бетіне қарасын жоқты. Тросты. Ля. И соль. Енді лига ойнаймыз. Лига екі нотыны басын бірсін жоққа жүргізесің. Нет, екі ноты қой. Іншу. Вот. Ля. Си. До қасында. Рэге қалай көшеміз көрсетші. Ми. Фа диез. Соль. Так, үшінші саусақ. До. Си. Ля. Хорошо. Енді келесі гамма ре мажор. Ол жақта екі белгі бар. Фа диез и до диез. Дұрыс айтасың. Ал, ре. Жүргіз. Толық. Таза. Бас сол қол прям басып отыр. Дальше ля. До диез. Оң қолын босат. Қайттан.
диез. Бетіне қарасын жоқты. Лига. Қалай көшеміз? Вот. Келесі гамма ля мажор. Бұл жерде енді үш белгі бар. Фа диез, до диез, соль диез. Дұрыс. Ля шермен бастаймыз. Баса ғой. До диез. Қалай көшеміз? Фа диез, соль диез арасына аш. Қасына қой. Соль диез, фа диез, ми ашық, ре үшінші саусақ, до диез, екіншіден, аспа, еще раз тогда. Ля, си, до, ре. Қанда. Үшінші саусақ дайында. Ре, до. Таза ойна. Хорошо. Енді түсіндің ғой, оң қолды қалай жүргізу керек екенін. Жұмыс істеп тұру керек, оң қол жату керек, міне. Мына төмен жүргенде, жоғары жүргенде қайттан көтеріледі. Төмен, қара, оң қолға қараш, жоғары. Тез ойнағанда былай. Бұны кис жұмыс істеу керек. Оң қолды кис жұмыс істеу керек, сонда жұмсақ болады. Бар шөптерде осы ойнап шығу керек. Бас бармағында, жұмыс істеп тұру керек. Бас бармақ осылай жұмыс істеп тұру керек. Көрдің ба? Сол кезде басқа саусақтарында жұмыс істейді. Ашық шекпен жүргізіп көрші кішкене. Жартысымен жоқтан сәл-сәл тездеу. Жаңа мен көрсеттім ғой солай. Бірінші тұрғызып қоясың. Сол қолын кере жоқ бақа. Көтер. Сүйжеттің басын түсір. Өзіне қарай наклон сондай. Ляға көшеміз.
шекмен ғана жүру керек. Жүргіз. Оң қолын жатқыз. Жатқыз, тұрғыз. Так, еще раз. Давай, түсір қолыңа. Бірақ шекмен ғана жүрсін. Бірақ шекмен жүргізуге тырыс. Не? Жақсын жоқ. Жатқыз, жақсылап. Так, сол шегінде. Жатқыз, тұрғыз. Бетіне қарайсың, жоқ деп бетіне қарайсың, шықтай. Болды. Енді не үйрендік біз қазір? Нотымызды аламыз. Пультты қоямын қасына. Так, нотам қаяқта екен? Не үйрендік осы екі айда? Петушок, Магеденко. Петушогымызды ойнаймыз. Жүргізе ғой. Решетте бірінші, екінші саусақ ойнайды. Ойна ғой. Неге? Бірінші, екінші саусақ деген ғой. Үнші. Асықпасыз. Таза. Бірінші. Елочканы ойнаймыз. Елочка. И нам көтеріп қой қолды. Ол тоже решетте елочка. Шүрітірі. Раз, два, три, четыре. Как под горкой, под горой. Лящик-те умеет, нет? Лящик-те. И Таза. Чумсак. Аста. Раз, два. Молодец. Вот, он не впечатлится, да. Как под горкой, под горой. Как школу, конечно. Чумсак көрдің? Раз, два, половинка. Раз, два. Жұмсақ ешқандай итермей керемет ноталарды жоқлап ойнауға болмайды. Плавно болсын бәрі. Сызылтып әдемілеп. И еще раз под горкой. Раз, два, раз, ашық. Раз, два, си.
аллегретта, да? Моцарттың аллегреттасын ойнаймыз. Көтеріп қойып, басында көтергенде былай тұрады, төмен жүргенде түсіресің қолыңды сынжоқтың сықыштың үстіне. Так, дайында. Ляшекте сиді басамыз, я қазір. Қалай көшеміз? Еще раз, көшуді көрсетші, көшуді. Көшуді көрді, төмен қарай басы. Аспа, дальше. Қарадық цыплятки, да? Мына цыплятки перепелканы. Так, решетте ойналынады. Жоқ, қойып аламыз, мінекей, басын төмен қарап тұрады, оң қолын өзіне қарай жақын ұстайсың. Алшақ ұстауға болмайды. Р нота үшінші саусақпен басылады, ля шекте. Тауып ал, тауып ал. А, Oldu. Yediler. Doji. Tavda. Kaytalayımız. Oldu. Oldu. Tuz kesin. Енді журавель Галиненко, да? Тоже ляшекте ойналынады. Ляшекте қойып қой, оң қол, сол қолыңды. Жақсылап қойып қой. Ал, енді ойнаймыз. Үш рет ля. Түсіндің ғой, бәрін, міне осы шығармалар келесі жолы тағы да уже
басқа жаңа шығарма алуыңыз керек. Басқа жаңа соны қараймыз тағы да сабақта. Тағы да оң қол жүргізушілер ашық шекпен аспаймыз. Мінекей қалай дұрыстап қойып қойсын, қобызымды көтерсе төмен түспесін. Иә. Ал жүргізе ғой. Жатқыз. Жопламай, жұмсақ жүргізесің. Ауыстырғанда төмен, жоғары ауыстырғанда жұмсақ ауыстыру керек. Бұлай осылай. Жұмсақ. Итеріп жүргізуге болмайды. Итеріп жіберуге болмайды. Жоплауға болмайды. Жұмсақ әрекеттарын итеріп жібердің. Жай ғана жұмсақ. Қолыңды босатасың көшкен кезде. Жай ғана босат. Вот, молодец. Қазір жақсы болды. Сымчоқты бетіне қарап. Жатқыз қолды. Иә. Дальше. Басын төмен қаратасың, сымчоқтың басын. Вот, жұмсақ ұстар, жұмсақ. Вот. Жұмсақ. Жатқыз, жұмсақ. Ең бәрін сүре ғой. Аспаймыз. Жүргіз, сымчоқты бетіне қарап. Аста. Жатқыз. Так, рышекке барамыз. Жатқыз. Осы көп жүргізу керек, ашық шекпен көп жүргізу керек. Сонымен сәл несін жылдамдығын жайлату керек. Осты ашық шекпен көп жүргізу керек. Жарай ма? Жұмсақ бір шектен шекке көшкенде ұмытпасын жоқтың басын төмен қарату керек екен. Ровненько асықпай ғана. Көшкен кезде итерме бүйтіп қылар. Бүйтуге болмайды. Жарай ма жоққа? Жұмсақ босатасың оң қолыңды. Көшкен кезде білдірмей көш. Қалай көшу керек екен?
Жүргізсақ мінекей. Осы көп жүргізу керек ашық шекпен. Бірінші жыл оқып жатырсың ғой, дыбыстың сапасы бізге өте қажет. Ол дыбыстың сапасын тыңдап, үйренуің керек, жақсы әдемі дыбыс шығаруға. Жарай ма? Сондықтан ысқышпен ашық шекте көп жүргізу керек. Жарай ма? Болды, осымен сабағымыз бітті.